Бүгін 100 шақты мектеп, 50-ге жуық колледж және 30-ға тарта жоғары оқу орнының мұғалімдері 10 күндік оқыту курсын бастады. Бизнес-тренерлер оларға кәсіпкерлік пен бизнес негіздері пәнінің қыр-сырын үйретуде. Теориялық, практикалық дәрістерді меңгеріп жатқан тәлімгерлер онлайн режимде де білім алуда. Белгілі кәсіпкерлердің тәжірибесі алдағы уақытта мол азық болмақ. Бұл пән негізі біздің жастарға, соның ішінде мектеп түлектеріне, колледж бен жоғары оқу түлектеріне кәсіпкерлік неден басталады, қалай жүзеге асыру керек, қалай идеясын, мысалыға бір идеясы болса мемлекеттік тарапынан қандай қолдау бар, қай жерден бастаймыз. Алфавиттің мысалыға әріптері болады, А-дан басталады. Сол барлық кәсіпкерлік өзінің ісін бастайтын жолдарын сол пән беру керек. Кәсіпкерлік негіздері жай ғана пән емес, ол Қазақстандағы кәсіпкерлік бизнес туралы сауаттылықты арттыруға мүмкіндік беретін жүйе дейді бизнес мамандар. Мектепте бұл пән аптасына 2 рет оқытылады. Бір оқу жылына негізделген 68 сабақтың 30% теорияға, 70% практикаға бағытталған. Онда теориялық зерттеулер, ойын түріндегі тәжірибе сабақтары өтеді. Идея ақтөбелік ұстаздардың зор қолдауына ие. Әрине бар, себебі кез келген бала ақша деген сөзді түсінгеннен бастап ақшаны алуды біледі. Ал бірақ оны қалай табу керектігін егер біз мұғалімдер үйрететін болсақ, бала ары қарай білікті ақшаның өзінің мәнін түсінеді деп ойлаймын. Осы курстарды ертең біздің мектепте өткізетін болсақ, бұл меніңше ойлаймын, біздің қазіргі болашақ оқушыларымызға бітіріп жатқан бұның иісін, бизнес не екен, предпринимательство екен, ол ақша не екен, оның пайдасы қандай екен, ол өзіне пайда, елге пайда, соны білуге. Бала шыққаннан кейін өзіне таңдау мамандығын таңдап алуға. Ұстаздарды оқыту курсы 2 кезеңде өтеді. Олардың алғашқы легі оқуды 29 тамызда аяқтайды. Екінші кезең 2 қыркүйекте басталады. Гүлнара Жолжанова, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.